Құрметті әріптестер, бүгін сіздермен бірге Movavi Video Suite 18 бағдарламасында бейне сабақты жазуды үйренеміз. Ең бірінші бейне сабақты жазбас бұрын сіздер алдын ала сабаққа байланысты слайдты дайындап қоюларыңыз қажет. PowerPoint-та қарапайым слайдты дайындап қоюларыңыз қажет. Мысалы, менде бүгінгі информатика сабағы бойынша ішкі құрылғыларын, компьютердің ішкі құрылғылары бойынша сабақ өткіземіз. Сол сабаққа арнайы дайындалған слайд міне ашылып тұр. Енді слайд дайындап болғаннан кейін біз бағдарламаны ашамыз. Екі рет сол жақ батырманы басу арқылы бағдарламаны ашамыз. Бағдарлама ашылды. Енді осы мәзірде біз записать видео с экрана деген бөлімді таңдаймыз. Таңдадық. Ең бірінші бейне сабақ жазбас бұрын біз кішкене баптаулар жасауымыз қажет. Мынау терезе захват экрана деген терезе деп аталады. Ең бірінші біз область захватаны таңдауымыз қажет. Сол жақ бөлімде орналасқан баптау. Біз область захватаны записать весь экран деп таңдаймыз. Сол жақ батырманы басамыз. Сол кезде бізде бұл жаңағы батырма іске қосылады. Келесі бөлім бұл веб-камера. Егер де сіздер өздеріңіздің сабақтарыңызда өздеріңіздің бейнелеріңізді көргілеріңіз келсе, онда веб-камераны іске қосасыздар. Сол кезде сіздерде сабақтарыңызда видеоның үстінде, сол жақ шетінде немесе оң жақ шетінде немесе астында сіздердің сөйлеп отырған видеоларыңыз түсіріледі. Егер де ондай керек жоқ болса сіздерге ондай функция, онда бұл функцияны өшіріп тастауға болады. Сол жақ батырманы басу арқылы сол кезде бізде веб-камера өшеді. Келесі системный звук. Системный звук ол қосылып тұра береді, оны ешқашанда өшірмеңіздер. Ары қарай келесі бөлім ол микрофон. Микрофон негізі ең басында өшіріп тұрады. Сіздер оны міндетті түрде қосуларыңыз қажет. Қосасыздар сол жақ батырманы басу арқылы. Мынандай нәрселер болады. Бізде мысалы ноутбуктарда көбісінде микрофондар бар. Бірақ кейбір ноутбуктарда встроенный микрофон болмайды. Сондықтан да егер сіздерде микрофон болмаса, онда микрофон орнына сіздер наушникті пайдалануға болады. Телефонның қарапайым наушнигі. Ең бастысы наушникта микрофон болу керек. Болды, басқанда ешқандай талап жоқ. Егер де микрофонда немесе наушникта жоқ болса, онда сіздер осы микрофонның орнына диктофонды да пайдалана аласыздар. Болды, бізде баптауларымыз дайын. Енді слайдты ашамыз. Дайын тұрған слайдымызды показать слайд сначала деп басамыз. Енді сабағымызды жаза бастаймыз. Рек деген кнопканы басамыз. 3, 2, 1 деп жазылады. Міне 1 деп басталғаннан бастап біздің сабағымыз басталды. Енді компьютердің ішкі құрылғылары туралы мысалы мен айтып кетемін, өзім таныстырып кетемін, ары қарай бастаймын. Міне сабағым өтті, толықтай жазып бітірдім. Болды, сабақ бітті. Escape'ті басамын, және жаңағы біздің захват экраны менюында стоп деп басамын. Сол кезде бізде тағы бір терезе ашылады. Бұл терезеде біз өзіміздің жаңағы түсірген видеомызды көре аламыз. Міне 1 деп басталғаннан бастап біздің сабағымыз басталды. Енді компьютер ішкі құрылғылары туралы мысалы мен айтып кетемін, өзім таныстырып кетемін, ары қарай бастаймын. Міне сабағымды. Міне толықтай видеоны түсірдік. Енді қараңыздар, бізге керек жоқ жерлері де бар видеода. Мысалы, мына жерлер маған керек жоқ. Мен оны өшіру керекпін. Бірден жаңағы осы терезеде біз осы нәрсені жөндей аламыз. Мысалы, ең соңына дейін видеоны мысалы апарамын. Қай жерде мен слайдым бітеді? Міне осы жерде мен слайдым бітті. Енді сол жерге осы жаңағы мына сызықшаны апарамын. Сызықшаны міне қойдым. Именно мен сабағым бітетін жерге. Енді астыңғы жақта бізде қайшы бар. Қайшыны басқан кезде біздің видео 2-ге бөлінеді. Басы және де керек жоқ маған жері. Керек жоқ жері мен белгілеп аламын бір рет басып. Және де мында удалить фрагмент деген бөлім бар. Соны сол жақ батырмен басқан кезде бізде жаңағы бізге керек жоқ фрагмент жойылады. Сол кезде менде таза өзімнің слайдым ғана көрсетіліп тұр. Енді осы слайдты сақтайық. Осы видеоны сақтайық. Бұл слайд видео түрінде жаңағы дауысымды да жазды, және де мен слайдымды да жазды. Енді сақтаймыз. Сохранить как деп басамыз. Атын береміз. Мысалы менде сабақ 1 деп сабақ 1 деп басайын. Жазайын. Және де сақталатын жерін жазайын. Сохранить в деген жерде 3 нүктені басамыз. Мысалы менде рабочий стол деп таңдаймын. Десктоп, выбор папки деймін. Формат, мысалы качествосы мне лучше тұра берсін. Сохранить деп басам. Сол кезде бастап біздің файлымыз сақталады. Міне файлымыз сақталды. Енді открыть в папке деп ашам. Сол кезде біздің файлымыз міне қай жерде сақталды, сол көрсетіледі. Енді 2 рет басам, сол кезде біздің жүктелген сабағымызды көре аламыз. Міне осылай жеңіл түрмен біз видео сабақты, бейне сабақты жаза аламыз.
Көп рахмет сіздерге, көргендеріңізге. Ары қарай сабақтарда кездескенше.